Сәлеметсіздер менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен бірге ауызда еритін, дайындалуына небәрі 5 минут уақыт қана кететін кокос жоңқалары қосылған керемет бір печенье әзірлейміз. Егер дайын болсаңыздар, бастайық. Печеньямызды дайындау үшін ең алдымен 3,5 стакан ұн қажет. 1 стакан қант пудрасы, 1 турецкий шай стаканымен крахмал, 100 мл сұйық май, 1 турецкий стаканмен кокос жоңқалары, 2 жұмыртқа, 125 грамм сары май және қамыр қопсытқышы. Ыдысқа 1 жұмыртқаны толығымен қосамыз. Екінші жұмыртқаның сарысын қолданып, ағын сыртын безендіру үшін алып қаламыз. 100 мл сұйық майымызды, 125 грамм сары майымызды алып, жұмыртқамен бәрін жақсылап езіп араластырамыз. 1 стакан қант пудрасын, одан әрі крахмалымызды қосамыз. Менің қолымда жүгері крахмалы бар еді, мен соны қолдандым. Ал сіздер кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Бір пакет қопсытқышымызды қолданамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін кокос жоңқаларының жартысын қосып, жартысын безендіруге алып қаламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнды қосар кезде біраз абай болыңыздар. Себебі ұнды көп қосып қойған жағдайда қамырыңыз тығыз болып шығады. Илеген қамырымыз қолға жабыспайтындай әрі жұмсақ болуы тиіс. Қамырымызды грек жаңғағын үлкендігінде етіп домалатып, бағана бөліп қойған жұмыртқаның ағына батырып, кокос жоңқасына бұлаймыз. Бәрін осылай жасап шығамыз. Менің бұл илеген қамырынан шамамен 40 штук печенье шықты. Енді бұл печеньеларымызды 180 градусқа алдын ала ысытылған духовкада шамамен 15 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, бүгін әзірлеген кокос жоңқалары қосылған және ауызда лезде еритін, уақыты жағынан жылдам дайындалатын печеньеміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Достар, менің каналыма тіркелуді әрі әр жаңа шыққан рецепттерден хабардар болып отыруларыңыз үшін қоңырау белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Көріскенше!